В целях обеспечения общественного порядка, а также своевременного предупреждения пресечения преступлений в период празднования Дня независимости Республики Казахстан полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. В этой связи глава ДП генерал-майор полиции Арстанғани Запаров провел единый развод алматинского гарнизона. Қаласы гарнизонның жеке құрамы саптық тарауымға сапқа тұрғызуда. Саламатсыздар ма, әріптестер? Қаламыздағы қылмысқа жол бермеу, қоғамдық тәртіпті сақтау, көшедегі жол қауіпсіздігінің жай-күйі сіздердің жедел әрекет етулеріңізге және нәтижелі жұмыстарыңызға байланысты. Руководитель алматинской полиции также обратил особое внимание на реализацию одной из приоритетных концепций Министерства внутренних дел по переходу на сервисную модель функционирования, что способствует повышению качества работы полиции. Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтау және азаматтармен сыпайы әрі ілтипатты қарым-қатынаста болу полиция қызметкерлерінің басты міндеті. Қоғамдық тәртіпті қалыптастыру, ел тыныштығын қорғау жолындағы қажырлы еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников полиции, состояние автотранспорта, а также технических средств. Жалпы жеке құрамның ауа райының қолайсыздығына байланысты сыртқы киімдерін кию, жылырақ киіп шығуына ықпал етіңіздер. Себебі ертеңгі күн жеке құрамның денсаулығына байланысты біз қала тыныштығын қалай қамтамасыз ететініміз. Осыған командирсіз, взвод, рота командирлер көңіл бөлінеді. Вместе с тем, наряды полка патрульной полиции, специализированного батальона, участковые инспекторы, сотрудники СОБР, а также военнослужащие Национальной гвардии, ежедневно заступающие на охрану общественного порядка в городе, заслушали ориентировки и указания командиров, а полицейские, имеющие высокие показатели в служебной деятельности и по праву считающиеся профессионалами своего дела, были награждены руководством ДП в честь празднования Дня независимости.